Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай дәмді, өте жұмсақ болып шығатын кекстердің рецептісімен бөліскім келеді. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен 3 жұмыртқамызға қантымызды салып, миксермен араластырып аламыз. Судан соң ерітілген сары майды құямыз. Оның үстіне сүтімізді құямыз. Барлығын араластыра отырып, үстіне 1 шай қасық ас содасын салып, ұнды салып, барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Қамыр дайын болғаннан соң, арнайы ыдыстарға 2 ас қасық шамасында құйып шығамыз. Қызып тұрған пешке 30 минутқа пісіріп аламыз.